Сәлем достар, кемелденген тұлғаға қатысып жатушы кісілерден біршама сұрақтардың ішінен ең көп қойылып жатқан адамдардың шеше алмай жүрген бір-екі сұрағына тоқталып өткім келіп отыр. Ол жолдасы ішетін кісілер, отбасына көңілі толмайды, жолдасына көңілі толмайды. Осындай әсіресе әйел адамдар тарапынан болып отыр. Осы кісілерге бір теория туралы кемелденген тұлғада айтып өтсем деп отырмын. Адамға әсер ететін 3 жағдай бар. Біріншісі өз басымдағы жағдай, өз басымдағы жағдай. Менің басында қандай қиындық болса да, мен қуанатын бір нәрсе бар. Мен тірімін. Өзіңіз ойлап көріңізші, қазіргі сәтте, осы отырған сәтіңізде әлем бойынша, дүние жүзі бойынша қаншама миллион адамдар қайтыс болып, қанша миллион адамдар қайғырып отыр. Санап көріңізші. Сіз солардың санатында емессіз ғой. Сіз ең бастысы күліп ойнап осы видеоны көріп отырсыз. Сондықтан осы бір деген сөзді естеріңізге жаттап алыңыздар. Қандай қиындық болса да, мен қуанатын бір нәрсе бар, мен тірімін. Екіншісі, сыртқы жағдай. Яғни сыртқы жағдай, мен жағдайға әсер ете алмаймын. Біз көбіне біздің ойымыз ойлаймыз, біз бір жағдайға әсер етеміз, біреулерге әсер етеміз, біз өзгертіп жүреміз деп біздің ойымыз бақылаушы болып тұрады. Біреуді өзгерткісі, біреуге ақыл айтқысы кеп, өздеріңіз байқап көрсеңіздер, біз адамның өзі сұлбасы сондай. Осы мінезді қоймай біз өзгермейміз. Шындық осы мінезді қоюымыз керек. Бағанағы әйел кісілерден кеп атқан сұрақтардың көбісі сол. Яғни мен жолдасымды өзгерте алмаймын, мен жолдасыма көңілім толмайды, оны қалай өзгертемін, менде ондай, мен шыдай алмаймын, мен қашанғы шыдаймын. Осындай сұрақтарда өмір бойы өстіп, еңіреп, осылай жалғыз етіп өтуге болады, или өзіміз өзгеруге болады. Өзіміз өзгеретін нәрсе, мен жағдайға әсер ете алмаймын. Жағдай маған әсер етсе, мен бақытты бола алмаймын. Яғни осы нәрсені есімізге сақтап алу керек. Өзіңді бақытты сезіну. Одан кейін үшінші жағдай адамдар. Адамдар деген, яғни қаншама адамдар бар, олар сіздің айтқаныңызбен жүрмейді. Мысалы, осы уақытқа дейін жүретін болса, жолдасыңызды, отбасыңызды, сыртқы адамдарды бәрін өзгертіп алар едіңіз ғой, өзгерте алмадыңыз. Сіз де біреудің айтқанымен жүрмейсіз, өз айтқаныңызбен жүресіз. Адамның өзінің ойына, санасы ашылмаса, ол ешкімнің айтқанымен жүрмейді, ешкімнің айтқанын жасамайды. Сондықтан міндетті түрде осы теорияны жаттап алуымыз керек. Адамдар, мен ешкімге әсер ете алмаймын, маған ешкім әсер ете алмайды. Егер сізге біреу әсер етсе, мен бақытты бола алмаймын. Көбіне біз адамдар өзімізге біреудің әсер еткізіп аламыз да, бақытсыз болып жүреміз. Маған мынау әсер етті, мен бүгін бақытсызбын, мен бүгін көңілсізбін, маған бұлай бүйтіп қарады, бүйтіп күлді, біреуден жылулық іздейміз. Былайша айтқан кезде беруші емес, алушы адамбыз да, жылулық іздеп алғымыз келіп тұрады. Себебі туылғаннан бастап бала емеді ғой, яғни сүт алады анасынан. Солай үйреніп қалыптасып қалған нейрон. Сондықтан осы нейрондарды жоюымыз керек. Біз 7 жастан бастап беруші адамға баланы қазірден солай тәрбиелеуіміз керек екен. Бер, достарымен бөліс, бер, жан-жағыңа бер деп. Біз керісінше не дейді, көп атана не дейді? Өзің жеп ал, тойып ал, тамақ іштің ба, ішпедің ба, балабақшада не берді? Осы нәрселердің бәрін өзімізге қалыптастырамыз. Сондықтан беруші адамға айналу. Осы 3 жағдайды есімізге сақтап алу. Одан кейін аффирмация, ассоциация, медитация міндетті түрде жасап жүрсеңіз, өзгересіз. 1 ай тоқтамай жасау, 1 ай болмаса 3 ай, 3 ай болмаса 6 ай, осыларды жасап жүру. Ең бастысы алғысты ұмытпа. Өмірге деген алғыс сезімі көп нәрсені өзгереді. Маған кеңес сұрап атқан кісілерге алғыс айтуыңыз керек десе, мен неге айтам алғыс, не үшін маған алғыс дейді? Алғыс айта беру керек. Үйдегі әр затқа айтыңыз алғысты, кірген босағаңызды сүйіңіз, үйіңіздің дене мүшеңіздің әр мүшеңізге күніне кем дегенде 70 рет алғыс.
тіпті одан да көп алғыс айта берсеңіз, мынау өз сана өздігінен бір аптаның ішінде бір ары кетсе 2 аптада жөнделе бастайды. Санаңыз уже алғыс айтатын санаға, мындай жалғыз ететін, кінәмшіл, жылауық емес, кәдімгідей алғыс айтатын санаға айнала бастайды. Алғыс айтуды тәжірибе етеміз, достар. Тағы да қандай сұрақтар бар, төменге қоя отырамыз.